Маңғыстау облысындағы Мұнайлы ауданында алғаш рет IT сынып ашылды. 8 бен 16 жас аралығындағы оқушылардың компьютер тілін терең білуге жол ашатын сынып Қызылтөбе лицейінде жұмысын бастады. Мұнда жеткіншектер ойындар, анимациялық мультфильмдер жасауды үйреніп, ғаламторда сайт құру тетіктерін меңгеріп шығады. Цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында биыл өңірдің 33 білім ордасында IT сыныптары және өз алдына бөлек IT мектеп ашылмақ. Тілшіміз Талғат Исламұлы сөз алады. Қызылтөбе лицейінің 5-ші сынып оқушылары ақпаратқа табиғат көріністерін салып шықты. Мұнан соң сандық технология көмегімен әр суретке жан бітірді. Осылайша IT сыныптағы 14 компьютерде жылдың 4 мезгілін бейнелейтін әртүрлі анимациялар сызылды. Бұл балалардың цифрлық бағдарламаларды игере бастағандығын көрсетеді. Оқушылар Scratch бағдарламасымен мультфильм, анимация, ойындар жасап үйренеді. 13-16 жастағы оқушылар Python бағдарламасымен және веб-сайт жасауды үйренеді. Жоспарлап отырғанымыз оқушылардың жазғы демалыс уақытын тиімді пайдалану. Яғни Маңғыстау мектептерінде IT сыныптары факультативті пән ретінде жүреді. Мәселен, 5-ші сыныпқа арналған информатика пәні компьютер тілін жалпы оқытатыны мәлім. Ал әр сабағы 40 минут жүретін IT сыныпта оқушы сандық технологиямен терең жұмыс жасауды үйренеді. Еліміздегі білім беру саласына енген бұл жаңалық Нұр Отан партиясы көтерген 10 жаңа бастаманың бірі. Сол 10 жобаның ішінде біреу осы мына бүкіл Қазақстан бойынша 1000 IT класс ашу, IT сынып ашу. Одан да басқа әлде де 9 жоба бар, бастамалық жоба. Олардың екіншісі осы IT сыныптың мамандарын оқыту. 2 күн бұрын Түпқараған ауданында IT сынып ашылған. Кеше Қарағия ауданында ашылды, бүгін міне Мұнайлы ауданында ашылып жатыр. Форт Шевченко, Құрық пен Қызылтөбедегі мектептерде IT сыныптарын ашуға демеушілер қаржы жұмсалған. Жаңа оқу жолында аймақта тағы 30 IT сыныптары қолданысқа берілмек. Сондай-ақ мамандандырған экономикалық лицей базасында IT мектеп ашу жоспарда тұр. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, Хабар 24.